Кешарық, сол баяғы мәселе, сол баяғы қиын нәрсе, бірақ қазір енді неден бірталай жаңалық естіп жатырмын. Мен сияқты ата-аналар шулап әйтеуір ішіндегі жан айқайын шығарған болар. Қазір ата-аналардан ақша жинайтын болса, мектеп мұғалімдер сыйлыққа бір қандай да бір жиын іс-шараға онда 7 миллионға дейін айыппұл салады екен. Өтініш енді ата-аналар, үлкен өтініш. Үнсіз қалмаңыздар. Қалтаңыздан бере алмайсыз ба? Көп балалы анасыз ба? Үнсіз қалмаңыз. Бергіңіз келмей ма? Бәрі маған жабылып жатыр десе, антикор бар. Осылай видео түсіріп шығыңыздар. Үнсіз қалмаңыздар. Жалынып, кәдімгі жалбарынып сұраймын. Өйткені үндемей сол 24-тің астында қала берсеңіз, біз ешқашан өзгермейміз. Осылай құл болып қала береміз.